Сәлем құрметті жан, Перизат Султан YouTube каналына қош келдің. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Сенің қолдауың мен үшін өте маңызды. Секрет фильмінің қазақша аудармасы 4-ші бөлім. Қуатты әдістер іс жүзінде. Шын мәнінде сиқырдың ішінде ғажайыптарға толы өмір сүретін адамдар мен басқалардың арасындағы жалғыз айырмашылық, алғашқысы болмыстың тәртібін түсінген. Олар үшін тартылыс заңын қолдану күнделікті әдетке айналған. Сондықтан ғажайыптар олардың өмірінде барлық жерде болып жатады. Бұл олардың заңды анда-санда емес үнемі есте сақтап, тұрақты түрде қолдануынан туындайды. Міне, тартылыс заңының қалай жұмыс істейтінін және ғаламның мінсіз әрекетін айқын көрсететін екі шынайы оқиға. Бірінші оқиға. Бұл оқиға Джинни есімді әйел туралы. Ол құпия фильмі жазылған DVD-ді сатып алып, оның мәні тәнінің әрбір жасушасына сіңуі үшін күніне кем дегенде бір рет қарап отырған. Джинниге әсіресе Боб Проктордың сөздері қатты әсер етіп, осы адаммен кездессе қандай керемет болар еді деп ойлаған. Бір күні таңертең Джинни поштасын тексеріп жатып, қатты таңғалды. Пошташы қателесіп, Боб Проктордың поштасын оның мекен-жайына әкеліп тастаған екен. Джинни Боб Проктордың өзінен небәрі 4 квартал жерде тұратынын тіпті елестете де алмаған. Оның үстіне Джинни мен Бобтың үй нөмірлері де бірдей болып шыққан. Джинни поштаны бірден тиісті мекен-жайға апаруға шешім қабылдайды. Есіктің ашылып, табалдырықтан Боб Проктордың өзі тұрған сәттегі оның қуанышын елестетіп көріңіз. Боб әдетте үйде сирек болады, себебі ол әлемді аралап, дәрістер мен семинарлар өткізеді, бірақ ғалам дәл уақытын біледі. Джиннидің Боб Проктормен кездесем ғой деген ойының арқасында тартылыс заңы адамдарды, жағдайлар мен оқиғаларды қозғап, бұл кездесуді жүзеге асырды. Екінші оқиға. Құпияны көріп, оның идеяларын жүрегімен қабылдаған 10 жастағы Колин есімді балаға қатысты. Колиннің отбасы бір аптаға Disney Worldқа барған болатын. Алғашқы күні олар аттракциондарға кіру үшін ұзын сонар кезектерде тұруға мәжбүр болды. Ұйықтар алдында Колин былай деп ойлады. Ертең мен үлкен сырғанақтарға мінемін және кезекте тұрмаймын. Келесі күні таңертең Колин ата-анасымен бірге Эпкот орталығының қақпасына келді. Парк ашылған сәтте оларды Disney World қызметкерлері қарсы алып, сол күннің алғашқы отбасысы болуды ұсынады. Алғашқы отбасы ретінде оларға аса мәртебелі қонақтар мәртебесі беріліп, парк қызметкерінің арнайы эскорт тағайындалады. Эпкорттағы кез келген аттракционға кезексіз кіру мүмкіндігі ұсынылады. Колин қалағанның бәрін алды, тіпті одан да артығын. Таңертең парк ашылуын жүздеген отбасы күтіп тұрған еді. Бірақ Колин неге дәл өз отбасын таңдағанын бір сәтке де күмәнданған жоқ. Ол мұның себебін білді. Ол құпияны қолданды. 10 жасында-ақ өз ішінде әлемдерді қозғалтатын күш бар екенін білу қандай ғажайып ашылу десеңізші. Сіздің бейнелеріңіздің шындыққа айналуына кедергі болатын жалғыз күш сол бейнелерді тудырған өзіңіз ғана. Кейбір адамдар бұл идеяға шын мәнінде сеніп, оны ұстанатындай көрінеді. Олар, мен шабыттандым, бұл фильмді көрдім де өмірімді өзгертемін дейді. Алайда нәтиже көрінбейді. Ішкі жағынан олар табысқа өте жақын тұрады. Бірақ адам тек алғашқы белгілерге қарап, жоқ, бұл жұмыс істемейді деп айтады. Сонда не болады білесіз бе? Ғалам жауап береді. Сенің тілегің мен үшін заң, және бәрі ғайып болады. Егер күмәннің бір ғана ойына санаңызға енуге рұқсат берсеңіз, тартылыс заңы көп ұзамай соған ұқсас сансыз ойды бірінен соң бірін өміріңізге әкеледі. Күмән басыңызға кіріп кетсе, оны дереу қуып шығыңыз, кетсін. Оның орнын мына оймен алмастырыңыз. Мен білемін, мен қазір қабылдаймын, және осы сезімді шын мәнінде сезініңіз. Тартылыс заңы туралы білген соң, мен оны сынап көргім келді. Оның шынымен қалай жұмыс істейтінін білгім келді. 1995 жылы
мен қол жеткізгім келетін, өзіме тартқым келетін нәрселерге арналған визуализация тақтасын жасадым. Мысалы, сағат, көлік, өмірлік жар, армандаған дүниелерімнің суреттерін қиып алып, сол тақтаға іліп қоятынмын. Күн сайын жұмыс үстеліме отырып, сол тақтаға қарап, визуализация жасай бастайтынмын. Мен шынымен де, мұның бәрі менде әлдеқашан бардай сезінетінмін. Кейін мен көшуге дайындалдым да, барлық жиһаз бен қораптарды қоймаға сақтауға қалдырдым. 5 жыл ішінде 3 рет көшіп, ақырында Калифорнияға келдім. Осы үйді сатып алдым. 1 жыл бойы жөндеу жүргіздім, содан кейін ғана қоймадағы заттарымды алдырттым. Bir күні таңертең ұлым Кенан менің жұмыс бөлмеме кіріп, есік алдында 5 жыл бойы ашылмай тұрған қораптардың біріне сүрініп кете жаздады. Әке, бұл қораптардың ішінде не бар деп сұрады ол. Бұл менің визуализация тақталарым дедім. Ол не өзі? Бұл менің барлық мақсаттарымды жинайтын орын. Мен өмірде алғым келетін нәрселердің суреттерін қиып аламын, немесе тауып осында ілемін деп түсіндірдім. Әрине, 5,5 жастағы бала оны толық түсінбеді. Сондықтан мен балам саған көрсетейін дедім. Мен қорапты аштым да, тақталардың бірінен 5 жыл бұрын визуализацияланған үйдің суретін көрдім. Мен қатты таңғалдым, өйткені біз дәл сол үйде тұрып жатқан едік. Тек соған ұқсас үй емес, бұл менің арманымдағы үй еді. Мен оны сатып алып, жөндеп шыққанмын, бірақ мұны саналы түрде аңғармағанмын да. Суретке қарап отырып көзіме жас келді. Жүрегімнің түбіне дейін толқыдым. Кенан сұрады: әке, неге жылап тұрсың? Мен тартылыс заңының қалай жұмыс істейтінін енді ғана шын мәнінде түсіндім. Мен визуализацияның күшін енді сезіндім. Өмір бойы оқып, үйренгенімнің бәрі рас екеніне көзім жетті. Мен компаниялар құрғанда қолданғаным осы тәсіл. Ол менің үйім ішінде жұмыс істепті. Мен арманымдағы үйді сатып алыппын да, мұны байқамаппын. Қиял бәрі. Ол болашақтағы оқиғалардың алдын ала көрсетілімі. Альберт Эйнштейн. Сіз өз қиялыңызға толық ерік беріп, визуализация тақтасын пайдалана аласыз. Оған өзіңіз қалайтын өмірдің барлық суреттерін іліңіз. Өміріңіздің қандай болғанын қаласаңыз, соның бәрін. Бұл тақтаны күн сайын көріп отыратын жерге іліңіз. Джон Ассараф жасағандай. Сіз бұл дүниелерге әлдеқашан ие болып қойғандай сезініңіз. Қалағаныңыз жүзеге асқан сайын және оған шүкіршілік еткен сайын ескі суреттерді жаңаларымен алмастырып отыра аласыз. Бұл балаларды тартылыс заңымен таныстырудың керемет тәсілі. Визуализация тақтасы идеясы бүкіл әлемдегі ата-аналар мен мұғалімдерді шабыттандырады деп үміттенемін. Құпия форумындағы бір адам осындай тақтаға фильмнің DVD суретін жапсырып қойған екен. Ол фильмді көрген, бірақ өзінде көшірмесі болмаған. 2 күннен кейін маған кенет шабыт келіп, форумда алғашқы 10 адамға фильм дискін тегін беремін деп хабарландыру жаздым. Әлгі адам сол 10-дықтың ішінде болды. Ол визуализация тақтасына суретті ілгеннен кейін 2 күн өткен соң құпия фильмінің дискін қолына алды. Құпия дискі болсын, үй болсын, жарату мен соның жемісін алудың қуанышы шексіз. Тағы бір қуатты визуализация мысалын маған бір ана айтып берді. Ол жаңа үй сатып алмақ болды, бірақ сол үйге бірнеше адам үміткер еді. Ол үйді алу үшін құпияны қолдануды ұйғарды. Ол отырып, өз есімін және сол үйдің жаңа мекен-жайын қайта жазды. Содан кейін жаңа үйінде жиһазды қалай орналастыратынын елестетті. Бірнеше сағат өткен соң оған қоңырау шалып, үйдің өзіне берілгенін хабарлады. Ол қатты қуанды, бірақ таңғалған жоқ. Өйткені ол бұл үй өзіне әлдеқашан тиесілі екенін білетін. Өзіңіз не қалайтыныңызды тыңдаңыз. Оған қол жеткізе алатыныңызға сеніңіз. Соған лайық екеніңізге және бұл сіз үшін мүмкін екеніне сеніңіз. Сосын күн сайын бірнеше минутқа көзіңізді жұмып, қалағаныңызға әлдеқашан ие екеніңізді визуализациялаңыз. Сол сезімді шын жүректен сезініңіз. Одан кейін тағдырыңызға ризашылық,
білдіретін нәрселерге назар аударыңыз. Сол алғысты сезініңіз және одан ләззат алыңыз. Ал әрі қарай күніңізді жалғастырып, қалағаныңызды сізге қалай жеткізуді ғаламның өзіне тапсырыңыз. Күту өте қуатты тартушы күш. Өзіңіз қалаған нәрсені күтіңіз, ал қаламайтын дүниені күтпеңіз. Алғыс айту энергияңызды арттырып, өміріңізге қалағаныңызды тартудың қуатты әдісі. Қазір қолыңызда барға ризашылық білдірсеңіз, өміріңізге одан да көп жақсылық тартылады. Қалағаныңыз үшін алдын ала айтылған алғыс тілектеріңізге ерекше күш береді және ғаламға өте қуатты белгі жібереді. Визуализация миыңызда қалаған нәрсеге ие болудың бақытты бейнелерін жасау тәсілі. Визуализация барысында сіз қалағаныңыз қазірдің өзінде бар деген сезім мен ойды қалыптастырасыз. Ал тартылыс заңы оны шынайы өмірде сіз қиялыңызда қалай көрсеңіз, солай етіп қайтарады. Тартылыс заңын тек бір оқиға үшін ғана емес, әрдайым қолданыңыз. Оны әдетке, өмір салтына айналдырыңыз. Күн сайын ұйықтар алдында өткен күндегі барлық оқиғаларды еске түсіріңіз. Егер қандай да бір сәттер немесе жағдайлар сізді қанағаттандырмаса, оларды ойыңызда өзіңізге ең жағымды түрде қайтадан ойнап шығыңыз. Ақша туралы құпия. Адам санасы нені елестете алса, соған қол жеткізе де алады. Құпия мені түбегейлі өзгертті. Менің әкем өте жағымсыз ойлайтын адам еді. Ол бай адамдар, басқаларды тонаған, ақшасы бар әрбір адам біреуді міндетті түрде алдаған деп есептейтін. Сондықтан мен ақшаға қатысты көптеген теріс түсініктермен өстім. Ақша адамды бұзады. Жақсы адамдар бай болмайды. Ақша ағашты өспейді. Әкемнің сүйікті сөзі мен саған Рокфеллермін бе болатын. Сондықтан мен өмір өте ауыр нәрсе деген сеніммен өстім. Тек Клемент Стоунмен танысқаннан кейін ғана менің көзқарасым өзгере бастады. Стоунмен бірге жұмыс істеп жүргенімде ол маған былай деді: мен сенің өз алдыңа өте үлкен мақсат қойғаныңды қалаймын. Оған жеткен кезде сен таң қалып, мұның бәрі сенің маған қалай жасау керектігін үйреткеніңнің арқасында болды деп айтуың керек. Ол кезде мен жылына шамамен $8,000 табатынмын. Сондықтан бірден мен жылына $100,000 тапқым келеді дедім. Менде мұны қалай іске асыратыным туралы бірде-бір ойда жоқ. Стратегия, мүмкіндік те жоқ еді. Бірақ мен өзіме, мен мұны жарияладым, мен бұған сенуді таңдадым және бұл әлдеқашан болғандай әрекет етемін дедім. Солай істедім де. Клемент Стоун үйреткен тәсілдердің бірі мынадай еді: күн сайын көзіңді жұмып, мақсатың орындалғанда елестету. Мен $100,000 купюраны санап, оны төбеге іліп қойдым. Таңертең көзімді ашқанда ең алдымен сол купюраны көретінмін. Ол маған ниетімді еске салатын. Содан кейін көзімді жұмып, жылына $100,000 табатын өмір салтын және сол өмірді сүріп жүрген өзімді визуализациялайтынмын. Қызығы, шамамен 30 күн бойы ешқандай ерекше нәрсе болған жоқ. Ешқандай керемет идея туған жоқ. Ешкім маған қомақты ақша ұсынбады. 4 апта өткен соң менің ойыма $100,000 идея келді. Ол өздігінен пайда болды. Менде бұрыннан жазылған бір кітап бар еді. Кенет мен, егер осы кітаптың 400,000 данасын әрқайсысын 25 центтен сатсам, дәл $100,000 болады деп ойладым. Кітап әлде қашан жазылған еді, бірақ мұндай ой бұрын ешқашан келмеген. Құпияның бір құпиясы шабытпен келген ойға сену және сол ойға сай әрекет ету. Мен 400,000 дана кітапты қалай сататынымды мүлде елестете алмадым. Бірақ бір күні супермаркеттен National Enquirer журналын көрдім. Мен оны миллион рет көргенмін. Бұрын ол көзге түспейтін, ал сол сәтте ол кенет алдыңғы қатарға шыққандай болды. Мен, егер осы журналдың оқырмандары менің кітабым туралы білсе, 400,000 адам табылары анық деп ойладым. Шамамен 6 аптадан кейін мен Нью-Йорктегі Хантер колледжінде $600
мұғалімге лекция оқыдым. Лекциядан соң маған бір әйел келіп, бұл керемет лекция болды. Мен сізден сұхбат алғым келеді. Міне менің визиткам деді. Сөйтсем, ол National Enquirer журналына жазатын штаттан тыс журналист екен. Сол сәтте басымда тылсым аймақ тақырыбы жаңғырып кетті. Вау, бұл шынымен жұмыс істейді екен. Мақала жарық көрді. Кітаптың сатылымы күрт өсті. Мен ерекше атап өткім келеді. Осының бәрін журналистпен кездесуді де қоса алғанда мен өз өміріме өзім тарттым. Қысқасы, сол жылы біз дәл $100,000 таппадық. Бар болғаны $92,327 таптық. Енді сіздің ойыңызша біз күйзеліске түсіп, мәне тағы да сәтсіздік дедік пе? Бұл жұмыс істемейді ме? Жоқ, біз керісінше. Бұл таңғаларлық дедік. Жұбайым былай деп ой қосты. Егер бұл $100,000 үшін жұмыс істесе, бәлкім 1 миллион ішінде жұмыс істейтін шығар. Мен жауап бердім. Білмеймін, бірақ солай деп ойлаймын. Кел, байқап көрейік. Менің баспагерім біздің алғашқы кітабымыз жанға дауа үшін қаламақы чегін жазып берді. Ол қолтаңбасының жанына күлімсіреген смайлик салып қойыпты. Өйткені бұл оның өміріндегі алғаш рет $1 миллион чек жазуы еді. Құпия шынымен жұмыс істей ме? Мен бұны өз тәжірибемде тексергім келді. Және көзім жетті. Я, ол сөзсіз жұмыс істейді. Сол кезден бастап мен құпия мен тартылыс заңын күн сайын қолданамын. Құпия мен тартылыс заңын өміріңіздің кез келген саласына қолдануға болады. Жаратылыс үдерісі сіз жасағыңыз келгеннің бәріне бірдей жүреді. Ақша мәселесінде де ешқандай айырмашылық жоқ. Ақшаны тарту үшін сіз байлыққа назар аударуыңыз керек. Егер сіз үнемі ақшаның жетіспеуі туралы уайымдай берсеңіз, өміріңізге көбірек ақша тарту мүмкін емес. Өйткені сіздің ойыңыз менде ақша аз деген сигнал береді. Ақша жетіспеушілігіне назар аударсаңыз, сол жетіспеушілікті ойыңызда қайта-қайта жасап шығарасыз. Байлық келу үшін байлық туралы ойлау керек. Сіз ойларыңыз арқылы жаңа сигнал жіберуіңіз қажет. Ал ол сигнал дәл қазір ақшаңыз жеткілікті екенін айтуы тиіс. Қиялыңызды іске қосып, қажетті ақша сізде әлде қашан бар екеніне сеніңіз. Бұл өте қызықты процесс. Сіз бай екеніңізді елестеткен сәттен бастап-ақ өзіңізді жақсы сезіне бастайсыз. Ал көңіл күйіңіз көтерілгенде ақша өміріңізге өзен сияқты ағып келеді. Джектің керемет оқиғасы құпия командасын шабыттандырып, олар бос чек жасап, оны құпия сайтына тегін жүктеу үшін орналастырды. Бұл чек ғалам банкінен алынған чек. Сіз оған өз атыңызды, соманы жазып, көзге көрінетін жерге іліп қоясыз. Күн сайын чекке қарап, бұл ақшаның сізде әлдеқашан бар екенін сезініңіз. Оны қалай жұмсайтыныңызды елестетіңіз, не сатып алатыныңызды, не істейтініңізді ойша көріңіз. Бұл сезімнің қандай керемет екенін түйсініңіз. Ақша сіздікі екенін біліңіз. Сіз оны сұраған сәттен бастап, ол сіздікі болды. Біз осы чек арқылы өміріне қомақты ақша тартқан жүздеген адамдардың оқиғаларын алдық. Бұл қызықты ойын, әрі ол сізді пайдаңызға жұмыс істейді. Байлықты тартыңыз. Адамдардың қалағанынша ақша таба алмауының бірақ себебі бар. Олар өз ойларымен ақша ағынына кедергі жасайды. Әрбір жағымсыз ой, сезім немесе эмоция жақсы нәрселердің соның ішінде ақшаның да сізге келуіне тосқауыл болады. Бұл ғалам сізден ақшаны жасырып отыр дегенді білдірмейді. Қажет барлық ақша қазірдің өзінде көзге көрінбейтін түрде бар. Егер ақшаңыз жетіспесе, бұл сіздің ақша ағынын өз ойларыңызбен жауып тастағаныңыздан. Сіз ойларыңыздың тепе-теңдігін жетіспеушіліктен молшылыққа қарай өзгертуіңіз керек. Ақшаның жетіспеуін ойлағаннан гөрі байлық туралы көбірек ойлаңыз. Сонда таразы сол жаққа ауысады. Егер сіз ақшаға зәру болсаңыз, бұл өте қуатты сезім. Және тартылыс заңы бойынша сіз өміріңізге сол зәрулікті одан әрі тарта бересіз. Мен бұл туралы өз тәжірибемен айта аламын. Құпиямен таныспас бұрын көп ұзамай бухгалтерлер маған компаниямның үлкен шығынға батып жатқанын және 3 ай ішінде
банкрот болатынын айтты. 10 жылдық ауыр еңбектен кейін бизнесім қолдан сусып кетуге шақ қалды. Мен компаниямды сақтау үшін ақшаға қатты мұқтаж болдым және дәл сол кезде жағдай тіпті нашарлай түсті. Шығар жол жоқ сияқты көрінді. Бірақ мен құпиямен танысқан соң өмірдегі барлық нәрсе, соның ішінде компаниямның жағдайы да түбегейлі өзгерді. Себебі мен ойлау тәсілімді өзгерттім. Бухгалтерлер тек сандарға үңіліп отырғанда, мен ойымды береке мен молшылыққа бағыттадым және бәрі оңала бастады. Мен ғалам маған жеткілікті ақша беретініне жан тәніммен сендім. Әрі ол маған тіпті түсіме де кірмеген көлемде келді. Кейде күмән туған сәттер болды, бірақ олар пайда болғанда мен бірден ойымды қалаған табысқа аудардым. Мен сол табыс үшін алдын ала алғыс айттым. Оны алғандағы қуанышты сезіндім және сендім. Мен сіздерге бір құпияны ашайын. Өмірде қалағаныңызға жетудің ең қысқа жолы дәл қазір бақытты болу және сол бақытты сезіну. Бұл ақша мен кез келген игілікке жетудің ең жылдам жолы. Ғаламға қуаныш пен шаттық толқындарын таратыңыз. Сонда сіз өміріңізге қуаныш пен бақытта келетін нәрселерді тек байлық пен материалдық молшылықты ғана емес, барлық қалағаныңызды тартасыз. Қалағаныңызға жету үшін сіз сигнал жіберуіңіз керек. Егер сіз бақыт пен қуаныш сәулесін таратсаңыз, олар өміріңіздегі оқиғалар мен тәжірибе ретінде сізге қайта оралады. Тартылыс заңы сіздің ең терең ойларыңыз бен сезімдеріңізді айнадай көрсетеді, ал олар сіздің өміріңізге айналады. Өркендеуге назар аударыңыз. Көптеген адамдардың не ойлайтынын білемін. Өміріме көбірек ақшаны қалай тартамын? Қалайша осы жасыл қағаздарды, байлық пен молшылықты көбейтемін? Өз жұмысымды жақсы көре отырып, кредит картасындағы қарыздан қалай құтыламын? Табысымның белгілі бір шегі бар деген түсінікпен не істеймін? Өйткені мен ақша табу үшін жұмыс істеймін ғой. Қалай көбірек табыс табуға болады? Міне, мұның бәрін ниетке айналдырыңыз. Құпия кітабының алдыңғы тарауларында айтылған ойларға қайта оралайық. Сіздің міндетіңіз ғалам каталогынан өзіңіз қалаған нәрсені таңдау. Егер қалауларыңыздың бірі ақша болса, нақты айтыңыз. Мен келесі 30 күн ішінде күтпеген жерден $25,000 алғым келеді. Немесе сізге қанша керек болса сонша. Бұл ең алдымен өзіңіз үшін сенімді әрі шынайы болу керек. Егер осы уақытқа дейін ақшаның жалғыз көзі тек жұмыс деп ойлап келсеңіз, дәл қазір бұл ойды тоқтатыңыз. Сіз түсініп отырсыз ба? Осылай ойлағанша, дәл сол ой сіздің өмірлік тәжірибеңізге айналады. Мұндай ойлар сізге көмектеспейді. Енді сіз байлық пен молшылықтың сіз үшін мүмкін екенін түсіне бастайсыз. Ал ақшаның қалай келетінін ойлау сіздің міндетіңіз емес. Сіздің міндетіңіз сұрау, оны дәл қазір алып жатқандай сену және осы сәтте өзіңізді бақытты сезіну. Ал ақшаны қалай жеткізуді ғаламның өзіне қалдырыңыз. Көп адамдардың мақсаты қарыздан құтылу. Бірақ мұндай мақсат адамды өмір бойы қарызда ұстап тұрады. Сіз не туралы ойласаңыз, соны өзіңізге тартасыз. Сіз, мен қарыздан қалай құтылуды ойлап жүрмін ғой деуіңіз мүмкін. Бірақ айырмашылығы жоқ. Қарыздан қашып жүрсеңіз де, оған қарай бет алсаңыз да, қарыз туралы ойлағанша, сіз оны өзіңізге тарта бересіз. Қарызды автоматты түрде төлеу жүйесіне қосылыңыз да, ойыңызды байлыққа бағыттаңыз. Егер алдыңызда төленбеген шоттардың үйіндісі жиналып, оларды қалай төлейтініңізді білмесеңіз, соларға назар аудармаңыз. Өйткені бұл сізге одан да көп шоттарды тартады. Сізге есеп шоттарға қарамастан, ойыңызды өркендетуге бағыттайтын жол табу керек. Жақсы сезіну, жақсы нәрселерді тартудың жалғыз жолы. Адамдар маған көп рет, келесі жылы табысымды 2 есе арттырғым келеді дейді. Бірақ олардың іс-әрекетіне қарасаңыз, соған апаратын ештеңе істемейді. Ал келесі сәтте не болатынын білесіз бе? Сенің қалауың мен үшін заң. Егер аузыңыздан менің оған шамам жетпейді деген сөз шығып кетсе, дәл қазір оны өзгерту өз қолыңызда. Оның орнына былай деңіз: менің оған шамам жетеді.
мен оны сатып ала аламын. Бұл сөздерді тотықұс сияқты қайта-қайта айтыңыз. Келесі 30 күн бойы өз ниетіңізді мынаған бағыттаңыз. Сізге ұнайтын кез келген нәрсеге қарап, менің оған шамам жетеді, мен оны сатып ала аламын деп айту. Армандаған көлігіңізді көрсеңіз, менің оған шамам жетеді деңіз. Ұнайтын киімді көрсеңіз, керемет демалыс туралы ойласаңыз, менің оған шамам жетеді деңіз. Осылай істей бастасаңыз, сіз өзіңізді өзгертесіз. Ақшаға қатысты өзіңізді әлдеқайда жақсы сезіне бастайсыз. Уақыт өте келе шынымен де осының бәріне қол жеткізе алатыныңызға көзіңіз жетеді. Ал өмір көріністері өзгере бастайды. Егер сіз жетіспеушілікке, мұқтаждыққа, бір нәрсенің жоқтығына назар аударсаңыз, егер мұны үйдегілермен, достарыңызбен талқыласаңыз, балаларыңызға бұған ақшамыз жетпейді, біз мұны ала алмаймыз деп айтсаңыз, онда сіз ешқашан оған қол жеткізе алмайсыз. Өйткені осылайша сіз қалаған нәрселердің жоқтығын өзіңізге тартып жатырсыз. Егер сіз молшылықта өмір сүргіңіз келсе, егер өркендеуді қаласаңыз, молшылыққа назар аударыңыз, өркендеуге назар аударыңыз. Көрінетін барлық байлық, пайда болатын рухани субстанция ешқашан таусылмайды. Ол әрдайым сізбен бірге және сіздің оған деген сеніміңіз бен таланттарыңызға жауап береді. Чарльз Филмер. Енді сіз құпия туралы білесіз, сондықтан бай адаммен кездескенде, оның басым ойлары мұқтаждық емес, байлық туралы екенін түсінесіз. Мұндай адамдар ақшаны саналы түрде немесе бейсаналы түрде өздеріне тартады. Олар байлық жайлы ойлауға шоғырланған, ал ғалам адамдарды, жағдайларды және оқиғаларды қозғалысқа келтіріп, оларға байлығы келеді. Оларда бар байлық, сізде де бар. Айырмашылық біреу-ақ, бай адамдар ақшаны өзіне тартатындай ойлайды. Сіздің байлығыңыз жаратылыстың көзге көрінбейтін өрісінде сізді күтіп тұр. Оны нақты өмірде алу үшін байлық туралы ойлаңыз. Мен құпия туралы алғаш түсіне бастаған кезде, күн сайын пошта арқылы бір бума шоттар келіп жататын. Сонда мен өзіме, мұны қалай өзгертуге болады деп сұрақ қойдым. Тартылыс заңы былай дейді: неге назар аударсаң, соны аласың. Сол себепті мен банктегі есеп шотымның үзіндісін алып, онда көрсетілген қалдық соманы жаңасына ауыстырдым. Яғни өз шотымда көргім келетін нақты соманы жазып қойдым. Сосын, ал егер мен пошта арқылы шоттар емес, чектер келіп жатыр деп елестетсем ше деп ойладым. Мен өзіме пошта арқылы бір бума чек келіп жатқан көз алдыма елестеттім. Бір айдың ішінде жағдай өзгере бастады. Таң қаларлығы, қазір мен пошта арқылы шынымен де чектер аламын. Шоттар да келеді, әрине, бірақ чектер әлде қайда көп. Құпия фильмі экранға шыққалы бері біз 100 деген хат алдық. Адамдар фильмді көргеннен кейін пошта арқылы күтпеген чектер алғанын жазады. Бұл олар Дэвидтің оқиғасына шынайы назар аударып, оны жүректерімен қабылдағандықтан чектерді өздеріне тарта бастағанының дәлелі. Шоттардың үйіндісіне деген өз сезімімді өзгерту үшін мен бір ойын ойлап таптым. Енді мен шоттарды чек деп елестетемін. Конвертті ашқанда қуаныштан секіріп, маған ақша келіпті, рахмет, рахмет деймін. Мен шотты қолыма алып, оны чек деп елестетемін де, ойша сомасына тағы бір нөл қосамын. Қиялымдағы ақша одан да көбейе түседі. Мен арнайы дәптер бастадым. Бетінің жоғары жағына мен алдым деп жаздым да, шоттардағы сомаларды бір нөл қосып сол жерге тіркей бастадым. Әр соманың қасына рахмет деп жазып, шынайы ризашылық сезіндім. Тіпті кейде көзіме жас та келетін. Содан кейін шоттарды қолыма алсам, олар алған ақшама қарағанда титтей ғана болып көрінетін. Мен оларды ризашылықпен төледім. Мен ешқашан шоттарды, оларды чектеп толық сенбейінше ашпайтынмын. Егер сенбей тұрып ашсам, ішім бірден қысылып, қорқыныш пайда болатын. Ал бұл сезімнің өзіне тағы да шоттарды тартатынымды жақсы білдім. Сондықтан мен бұл сезімді бұзып, оның орнына қуаныш пен ризашылықты қоюым керек екенін түсіндім. Сол арқылы өміріме көбірек ақша тарту үшін. Бұл ойын мен үшін жұмыс істеді. Ол менің өмірімді өзгертті. Сіз де өзіңізге
түрлі ойындар ойлап таба аласыз және ішкі сезімдеріңіз арқылы қайсысы сізге тиімді екенін бірден байқайсыз. Ойын мен қиял іске қосылғанда нәтижелер өте тез келеді. Мен ақша тек ауыр еңбекпен келеді деген сеніммен өстім. Кейін оны мынадай оймен алмастырдым. Ақша маған оңай, тұрақты түрде келеді. Басында бұл өтірік сияқты естіледі. Солай ма? Санаңыздың бір бөлігі қарсы шығады. Жоқ, бұл өтірік, ақша оңай келмейді дейді. Осылайша ойларыңыз арасында кішкентай теннис ойыны басталады. Ой доптары бірде ары, бірде бері ұшады. Егер сіз ақша табу үшін міндетті түрде көп еңбек етіп, күресу керек деп ойласаңыз, бұл ойды дереу тоқтатыңыз. Осындай оймен сіз дәл қазір жиілікті таратасыз да, өміріңізде соған сәйкес көріністерді аласыз. Лорел Лангемайердің кеңесін пайдаланып, өзіңізге былай деңіз: ақша маған оңай және тұрақты түрде келеді. Байлық бұл ең алдымен ойлау қалпы, сананың күйі, барлығы сіздің қалай ойлайтыныңызға байланысты. Мен өткізетін тренингтердің шамамен 80% адамдардың психологиясы мен ойлау жүйесімен жұмыс. Көптеген клиенттер маған: сіз істей аласыз, ал мен істей алмаймын дейді. Ал шын мәнінде әр адам ақшамен ішкі қарым-қатынасын өзгертуге қабілетті. Жақсы жаңалық мынада: сізді бұрын сенуге үйреткен нәрседен гөрі жаңа білімді маңыздырақ деп шешкен сәттен бастап, байлыққа барар жолда жылдамдығыңызды ауыстырасыз. Табыс сырттан емес, іштен басталады. Ақшаны өзіңізге тарту үшін оған қатысты позитивті көзқарас қалыптастыру қажет. Әрине, қаржысы жетіспейтін адамның өз жағдайына қуануы оңай емес. Бірақ дәл осы жағымсыз сезімдер ақшаның сізге келуіне кедергі жасайды. Сіз бұл тұйық шеңберді бұзуыңыз керек. Ақшаға қуана бастаңыз. Бар нәрсеңізге ризашылық білдіріңіз. Өзіңізге айтып, шын жүректен сезініңіз: менде ақша жеткілікті. Менде көп ақша бар және ол маған өздігінен ағып келеді. Мен ақша магнитімін. Мен ақшаны жақсы көремін. Ақша мені жақсы көреді. Мен күн сайын ақша аламын. Рахмет, рахмет, рахмет. Ақша алу үшін оны беріңіз. Берудің күші орасан зор. Беру өміріңізге көбірек ақша келетін әрекет. Өйткені сіз ақша берген кезде бейсаналы түрде менде ақша көп деген белгі жібересіз. Жер бетіндегі ең бай адамдардың бір мезгілде ең үлкен қайырымдылар екенін білу сізді таңғалдырмайтын шығар. Олар қомақты қаржы береді, ал тартылыс заңы бойынша әлем оларға ашылып, одан да үлкен ақша ағынын қайтарады. Егер сіз менде беруге жеткілікті ақша жоқ деп ойласаңыз, міне дәл осы ой сіздің неге ақшаңыз жетіспейтінінің жауабы. Егер беруге ақша жетпейді деп ойласаңыз, дәл сол сәттен бастап бере бастаңыз. Сіз берудегі тұрақтылықты көрсетесіз, ал тартылыс заңы сізге одан да көп беру мүмкіндігін ашады. Беру мен құрбандықтың айырмасы. Беру мен құрбандық екеуі мүлде екі бөлек нәрсе. Жүректен берілген дүние сізді керемет сезімдерге бөлейді, ал құрбандық ондай сезім сыйламайды. Бұл екеуін шатастырмаңыз, олар бір-біріне қарама-қарсы. Бірі жетіспейді деген белгі жібереді, екіншісі жеткілікті, мол деген белгі береді. Бірі қуаныш әкеледі, екіншісі керісінше құрбандық күйзеліс пен ашу тудырады. Ал жүректен берілген садақа жасай алатын ең қуанышты істердің бірі. Тартылыс заңы бұл сигналды қабылдап, өміріңізге одан да көп жақсылық әкеледі. Айырмашылығын сезініңіз. Мен үлкен ақша табатын адамдардың көпшілігі жеке өміріне қанағаттанбайтынын байқадым. Ал бұл шынайы береке емес. Сіз ақшаға ұмтылып бай бола аласыз, бірақ бұл автоматты түрде өміріңіздің берекелі болатынын білдірмейді. Мен ақшаның берекенің бір бөлігі емес деп отырған жоқпын. Әрине, ол оның бір бөлігі, бірақ тек бір бөлігі ғана. Сол сияқты рухани дамыған деп саналатын, бірақ үнемі ауру мен жоқшылықта өмір сүретін адамдар да бар. Бұл да береке емес. Өмір барлық салада үйлесімді әрі толық болуы керек. Егер сізді байлық рухани емес деген сеніммен тәрбиелесе, мен сізге Катрин Пондердің киелі кітаптағы миллионерлер сериясын оқуға кеңес беремін.
Бұл тамаша кітаптарды Ыбырайым, Ысқақ, Жақып, Жүсіп, Мұса және Иса пайғамбарлардың тек рухани ұстаз ғана емес, сондай-ақ молшылықта өмір сүрген, қазіргі көптеген миллионерлер де армандай алмайтын деңгейде өмір сүргенін ашып көрсетеді. Сіз патшалықтың мұрагерісіз, байлық сізге туылғаннан бері берілген құқық. Өмірдің кез келген саласында сіз елестете алатыннан да зор берекеге жетудің кілті өз қолыңызда. Сіз қалаған нәрсенің бәріне лайықтысыз және әлем сізге оны береді. Бірақ алдымен оны өзіңізге шақыруыңыз керек. Енді сіз құпиямен таныссыз. Кілт сіздің қолыңызда, ал ол кілт сіздің ойларыңыз бен сезімдеріңіз. Сіз оны өмір бойы қолыңызда ұстап келдіңіз. Көптеген батыс елдеріндегі адамдар табысқа ұмтылады. Үлкен үй, гүлденген бизнес, сыртқы мәртебелерге ие болғысы келеді. Алайда тереңірек қарасақ, мұндай дүниелердің болуы адамның ең басты ізденгені бақытқа кепілдік бермейді. Біз сыртқы дүниенің артынан қуу арқылы бақыт табамыз деп ойлаймыз, бірақ бұл қате жол. Алдымен ішкі қуанышты, ішкі тыныштықты, ішкі көзқарасты табу керек, ал сыртқы нәрселер өздігінен келеді. Барлық тілектеріңіз ішкі жұмыстың нәтижесінде де орындалады. Сыртқы әлем бұл тек салдарлар әлемі. Ол сіздің ойларыңыздың көрінісі ғана. Ойларыңызды бақыттың жиілігіне баптаңыз. Қуаныш пен шаттықты айналаңызға таратыңыз. Оларды бар күшіңізбен әлемге жіберіңіз. Сонда сіз шын мәнінде жер бетіндегі жұмақты табасыз. Құпияны есте сақтаңыз. Ақшаны тарту үшін байлыққа назар аударыңыз. Ақшаның жетіспеушілігі туралы уайымдай отырып, өміріңізге көбірек ақша тарту мүмкін емес. Қиялыңызды қолданыңыз. Өзіңізде қалаған мөлшерде ақша барда елестетіңіз. Байлық ойынын ойнаңыз. Сонда қаржылай тұрғыда өзіңізді жақсы сезінуді үйренесіз. Ал позитивке бапталған сайын ақша сізге көбірек келе бастайды. Қазірдің өзінде өзіңізді бақытты сезіну ақша тартудың ең жылдам жолы. Ұнайтын нәрселерге қарап өзіңізге мен бұған қол жеткізе аламын, мен мұны сатып ала аламын деп айтуды әдетке айналдырыңыз. Өміріңізге көбірек ақша тарту үшін беріңіз. Жомарт болып, қуанышпен бөліскенде сіз әлемге менде ақша мол деген белгі жібересіз. Пошта арқылы келіп жатқан чектерді көз алдыңызға елестетіңіз. Ойларыңыздың таразысын байлық жағына аударыңыз. Байлық туралы ойлаңыз. Қарым-қатынасқа арналған құпия. Құпия бізге мына нәрсені үйретеді. Біз өз әлеміміздің жаратушысымыз. Және біз жасағымыз келген әрбір тілек өмірімізде міндетті түрде көрініс табады. Сондықтан біздің тілектеріміз, ойларымыз, сезімдеріміз аса маңызды. Өйткені олардың бәрі шынайы өмірде жүзеге асады. Бірде мен бір студияның арт директорына, өте танымал продюсерлердің үйіне бардым. Оның үйінің қабырғаларында жалаңаш әйелдердің әсем суреттері ілулі тұр екен. Әйелдер сәл ғана матамен жабылған, ал бет бейнесі көрерменнен бұрылып тұрғандай бүкіл келбетімен мен саған қарамаймын деп тұрғандай әсер қалдырды. Меніңше сіздің жеке өміріңізде қиындық бар дедім мен продюсерге. Сіз көріпкелсіз бе деп таңғалды ол. Жоқ, бірақ қараңызшы. Сізді елемейтін 7 әйелдің суреті ілулі тұр. Бірақ маған бұл суреттер ұнайды деп қарсы шықты ол. Оларды өзім салдым. Бұл тіпті одан да жаман дедім мен. Өйткені сіз бұл суреттерге өзіңіздің шығармашылық энергияңыз салдыңыз. Ол жас, табысты келбетті ер адам. Айналасында актрисалар толып жүреді. Жұмысының өзі сондай. Ал соған қарамастан жеке өмірі оңалмай жүр. Ойлансаңыз, таңғаларлық жағдай. Сіз нақты нені қалай істеп сұрадым мен? Мен әр апта сайын 3 түрлі әйелмен кездесуге барғым келеді деді ол. Өте жақсы дедім мен. Онда соны салып көріңіз. Өзіңізді 3 әйелмен бірге бейнелеңіз де сол суреттерді қабырғаларыңызға іліп қойыңыз. 6 айдан кейін мен одан жеке өмірі қалай болып жатқанын сұрадым. Керемет, әйелдер өздері хабарласып кездесуге шақырады деді ол. Себебі сіз соны қаладыңыз дедім мен. Өзімді керемет сезінемін деді ол. Бұрын жылдар бойы бірде-бір кездесуде болмады. Ал қазір аптасына 3 әйел. Олар тіпті мен үшін таласады.
Өте тамаша, дедім мен. Шынында мен тұрақтылықты қалаймын деп мойындады ол. Үйленіп, отбасы құрғым келеді, бірақ романтикада болғанын қалаймын. Онда соңында салып көріңіз, дедім мен. Ол әдемі тұрақты романтикалық қарым-қатынастың бейнесін салды. Ал 1 жылдан кейін үйленіп, бақытты өмір сүре бастады. Бұл оның басқа тілек білдіргендігінің нәтижесі еді. Ол мұны көп жылдар бойы қалаған, бірақ нәтиже болмаған. Себебі оның өмірінің сыртқы көрінісі, үйі, ішкі тілегіне үнемі қайшы келіп отырған. Егер сіз осы білімді түсінсеңіз, онымен ойнай бастаңыз. Мари Даймондтың бұл оқиғасы фэн шуй мен құпия ілімінің қалай тығыз байланысты екенін керемет көрсетеді. Бұл әңгіме біздің ойларымыздың қандай қуатты екенін дәлелдейді. Әрбір әрекетіміздің алдында ой тұрады. Ойлар сөздерімізді, сезімдерімізді, әрекеттерімізді тудырады. Ал әрекет ең күшті құрал, өйткені ол ойдың іске асқан түрі. Біз өзіміздің жасырын ойларымызды әрдайым аңғара бермейміз, бірақ оларды әрекеттерімізден анық көруге болады. Продюсердің оқиғасында оның ішкі ойлары үйінің безендіруінен анық байқалды. Ол өзін елемейтін әйелдерге салған. Бұл оның шынайы терең ойларының көрінісі емес пе? Ол саналы түрде көптеген әйелмен кездескісі келетінін айтқанымен, бейсаналы ойлары оның суреттерінде мүлде басқаша көрінді. Өз әрекеттерін әдейі өзгерту арқылы ол назарын шын мәнінде не қалайтынына аударды. Осындай қарапайым өзгеріс арқылы ол өз өмірін салып, тартылыс заң арқылы оны шындыққа айналдырды. Егер сіз өміріңізге бір нәрсені тартқыңыз келсе, әрекеттеріңіз тілектеріңізге қарсы келмейтініне көз жеткізіңіз. Бұл туралы құпия фильмінің тәлімгерлерінің бірі Майк Дули өзінің әлемді басқару және ғажайыптарды тарту атты аудиокурсында тамаша мысал келтіреді. Ол мінсіз ер адамды өміріне тартқысы келген бір әйел туралы айтады. Әйел бәрін дұрыс жасады. Қандай ер адам керек екенін анықтады. Оның қасиеттерін егжей-тегжейлі жазып шықты. Оны елестетіп, визуализация жасады. Бірақ соған қарамастан ол адам көрінбей қойды. Бір күні әйел үйіне келіп, көлігін гаражға қояр кезде кенет бір нәрсені түсінді. Ол көлігін гараждың дәл ортасына қойып жүрген екен. Ал бұл оның тілегіне қайшы еді. Егер көлік ортасында тұрса, күйеуінің көлігіне орын қайда? Осы әрекет арқылы ол әлемге мынадай қуатты сигнал жіберіп жүргенін түсінді. Мен өз сұрағаныма өзім сенбеймін. Сол сәтте ол гаражды тазалап, көлігін бір шетке қойды. Болашақ жарының көлігіне орын босатты. Кейін жатын бөлмеге барып, киім шкафының лық толы екенін көрді. Болашақ күйеуінің киіміне де орын жоқ екен. Ол киімдерін ығыстырып, шкафтың бір бөлігін оған арнады. Бұрын ол төсектің дәл ортасында ұйықтайтын. Енді өз жағына ауысып, болашақ жарына орын қалдырды. Әйел кешкі ас үстінде Майк Дулиге өзінің өмірлік тарихын айтып отырды. Сол сәтте оның жанында дәл өз армандаған, мінсіз ер адам отырған еді. Ол ең қуатты қадамдарды жасап, қалағанына әлдеқашан қол жеткізгендей өмір сүре бастағаннан кейін, сол адам оның өміріне келді. Бүгінде олар бақытты некеде ғұмыр кешіп жатыр. Болғандай, әрекет ету қағидасына қатысты тағы бір мысал. Менің сіңілім Глендаға байланысты. Ол құпия фильмінің режиссері болды. Гленда Австралияда өмір сүрді, алайда ақш-қа көшіп, менімен бірге америкалық кеңседе жұмыс істегісі келді. Ол құпияның мәнін өте жақсы түсінді. Тілегін жүзеге асыру үшін бәрін дұрыс істеп жүргеніне сенімді болды. Бірақ айлар өтіп жатса да, ол Австралияда қала берді. Сол кезде Гленда өз әрекеттерін қайта саралап, бір маңызды нәрсені ұқты. Ол қалағанына ие болғандай әрекет етпеген екен. Осы түсініктен кейін ол саналы түрде күшті әрекеттер жасай бастады. Ол өз өмірін көшіп кетуге дайындалып жатқандай етіп ұйымдастырды. Барлық клубтардан шықты, Америкада қажет болмайтын заттарын таратып берді, чемодандарын шығарып жинады. 4 аптадан кейін Гленда ақш-та өмір сүріп, біздің кеңседе жұмыс істеп жүрді. Өз қалауыңыз туралы ойланыңыз да әрекеттеріңіздің сол тілекке сай келмейтінін тексеріңіз. Сіз сұрағаныңызға қарсы әрекет жасап жүрген жоқсыз ба? Қалағаныңызға дәл қазірдің өзінде ие болғандай өмір сүріңіз.
Егер ол бүгін орындалса, не істер едіңіз? Дәл соны жасаңыз. Күтуіңізді, сеніміңізді әрекет арқылы көрсетіңіз. Қалағаныңызды қабылдауға кеңістік жасаңыз. Сонда сіз әлемге қуатты сигнал жібересіз. Сіздің жұмысыңыз бұл сіз. Адамдар арасындағы қарым-қатынаста ең маңыздысы қарым-қатынасқа түсетін адамды түсіну. Бірақ мен тек серіктесіңіз туралы айтып отырған жоқпын. Ең алдымен өзіңізді түсінуіңіз керек. Егер сіз өзіңізбен бірге болудан ләззат алмасаңыз, өзгелердің сіздің жаныңызда болудан ләззат алуын қалай күтуге болады? Тартылыс заңы немесе құпия сіздің өміріңізде тағы да дәл соны қайтарады. Мұны анық түсінуіңіз қажет. Мұны сұрақты шын ниетпен жауап беріңіз. Сіз өзіңізге өзгелерден күтетін қарым-қатынасты жасап жүрсіз бе? Егер өзіңізге деген қарым-қатынасыңыз сіз өзгелерден күтетін қарым-қатынасқа сәйкес келмесе, өміріңізде ештеңе өзгермейді. Сіздің әрекеттеріңіз күшке айналған ойларыңыз. Егер сіз өзіңізге сүйіспеншілікпен, әрі құрметпен қарамасаңыз, сіз мен маңызды емеспін, мен лайық емеспін, мен жақсылыққа тұрмаймын деген сигнал жібересіз. Бұл сигнал үздіксіз жұмыс істейді. Ал нәтиже ретінде сіз өміріңізде дәл сондай қарым-қатынасты қайта-қайта көресіз. Адамдар тек нәтиже. Себеп сіздің ойларыңыз. Өзіңізге сүйіспеншілік пен құрметпен қарауды бастаңыз. Жаңа сигнал жіберіңіз. Жаңа жиілікке бапта алыңыз. Сонда тартылыс заңы әлемді қайта құрып, өміріңізді сізді шын жүректен жақсы көретін, қадірлейтін адамдармен толтырады. Көп адамдар өзін өзгелер үшін құрбан етеді. Мұны жақсы адам болудың белгісі деп есептейді. Бірақ бұл қате түсінік. Өзін құрбан ету өмірде игіліктің жетіспейтініне деген сенімінен туады. Бұл жақсылық бәріне жетпейді, сондықтан менсіз де бола береді деген ішкі ой. Мұндай сезімдер позитивті емес және түбінде реніш пен күйзеліс әкеледі. Молшылық әр адам үшін бар. Әркім өз тілегінің жүзеге асуына өзі жауапты. Сіз басқа біреудің ойына ойлайды, сезіне де алмайсыз. Сондықтан басқа біреудің тілегін іске асыра алмайсыз. Сіздің ең басты жұмысыңыз бұл өзіңіз. Өз бақытыңызды, өз қуанышыңызды бірінші орынға қойыңыз. Сонда сізден тараған жарқын толқын барлық жақындарыңызға әсер етеді. Сіз өз мәселелеріңізді өзіңіз шешуіңіз керек. Өзгеге кінә артпаңыз. Сен маған қарызсың, маған көбірек бер демеңіз. Оның орнына өзіңізге көбірек беріңіз. Өзіңізге уақыт бөліңіз, өзіңізді толтырыңыз. Сонда толып кеткен кезде өзгелерге артық энергияңызды, махаббатыңызды еркін бере бастайсыз. Махаббатты алу үшін алдымен өзіңізді махаббатқа толтырыңыз. Сонда сіз махаббатты магниттей тартасыз. Көпшілігімізге өзімізді соңғы орынға қоюды үйреткен. Соның нәтижесінде біз өмірімізге мен лайық емеспін деген сезімді тарттық. Бұл сезім күшейген сайын бізді қорлайтын, бағаламайтындай сезіндіретін жағдайлар көбейе түсті. Бірақ бұл ойлау үлгісін өзгертуге болады. Және өзгерту қажет. Өзіне мол махаббат беру кейбіреулерге эгоистік, қиын немесе мейірімсіз көрінуі мүмкін. Алайда басқа қырынан қарасақ, Құдай өсиет еткен өзіңе қамқорлық жасау, шын мәнінде өзгеге қамқорлық жасаудың өзі. Бұл өзгеге үнемі жақсылық жасай алудың жалғыз жолы. Қатынастарда мен әрқашан серіктестен өзімді әдемі көретінін күтетінмін. Өйткені өзімде мұны сезінбейтінмін, өзімді әдемі деп ойламайтынмын. Балалық шақта менің идеяларым бионикалық әйел, Wonder Woman комикстерінің кейіпкерлері, Чарлидің періште қыздары телесериалдарындағы қыздар болды. Әдемі, бірақ мүлдем өзіме ұқсамайтын. Бәрі өзгерді. Мен өзіме Лизаға махаббатпен қарауды бастағанша. Өзімнің қоңырқай теріме, толық еріндеріме, сәнді жамбасыммен, қара бұйра шашыма ғашық болдым. Сол сәттен кейін әлем де мені сүйе бастады. Өзіңді жақсы көру керек, өйткені өзіңді сүймейінше, өзіңді жақсы сезіну мен бақытты болу мүмкін емес.
Егер өзіңізге жаман қарайтын болсаңыз, сізге арналмаған махаббат пен жақсылықты блоктайсыз. Өзіңізге жаман қараған сайын өмірден өзіңізді сығып шығарып жатқандай сезім пайда болады. Әлемдегі барлық тамаша нәрсе, денсаулық, игілік, махаббат, қуаныш пен бақыттың бір жиілігінде орналасқан. Шексіз энергия, денсаулық, игілік сезімі де көңіл күйдің бір жиілігінде. Егер өзіңізді сүймесеңіз, өзіңізге жаман қарауға мәжбүр ететін адамдар мен жағдайларды тарта бересіз. Сондықтан назарды өзгертіп, өзіңіздің ішкі тамаша қасиеттеріңізге көңіл бөлуіңіз керек. Өзіңіздегі жақсы қасиеттерді іздеңіз. Соларға шоғырланған сайын тартылыс заңы сізге өзіңіз туралы одан да керемет нәрселерді көрсетеді. Сіз ойлаған нәрсені таратасыз. Бастау үшін тек бір жақсы ойдан бастаңыз. Заң жауап береді және сізге одан да көп позитивті ойлар береді. Жақсылығын іздеңіз, табасыз. Сізде таң қаларлық ғажайып нәрсе бар. Мен өзімді 44 жыл зерттеймін. Кейде өзімді сүйіп құшақтағысы келеді. Сізге де өзіңізді сүюді үйрену керек. Мен әңгіме айтып отырғаным тек мақтан емес, өзін алдау емес. Бұл өзіңізге деген сау құрмет. Өзіңізді сүйгенде, өзгелерді де сүйе бастайсыз. Адамдармен қарым-қатынаста біз көбінесе басқаларды кінәлаймыз. Қызметкерлерім жалқау, күйеуім мені ашуландырады, балалар өте қиын. Біз басқа адамдармен олардың кемшіліктерін айыптаймыз. Бірақ шынайы гармониялық қатынастар үшін олардың жағымды жақтарына көңіл аудару керек. Бізді ренжітетін нәрселерге емес. Өйткені шағымданған сайын сіз соны одан әрі тарта бересіз. Егер қарым-қатынасыңыз қиын кезеңде болса, бәрі нашар, алыстауға бейім, ұрыс-керіс болса, оны өзгерте аласыз. 30 күн бойы қағаз бетіне адамдарға бағалайтын қасиеттеріңізді жазып шығыңыз. Мысалы, оның әзіл сезіміне тәнтісіз, немесе көрсеткен қолдауы үшін ризасыз. Егер сіз жақсы қасиеттерге шоғырлансаңыз, жағымды сәттер жиі болады, ал проблемалар өздігінен азая бастайды. Бақыт өзіңізде. Кейде біз өз бақытымызды басқа адамдарға жүктейміз, бірақ олар бізді қалағандай бақытты ете алмайды. Неліктен? Себебі сіздің қуанышыңыз бен бақыт тек бір адамға байланысты. Сол адам сіз. Тіпті ата-аналар, балалар немесе жұбай сізге бақыт сыйлай алмайды. Олар оны тек бөлісе алады. Сіздің қуанышыңыз өз жүрегіңізден шығады. Сіздің барлық қуанышыңыз махаббат жиілігінде, ең жоғары, ең күшті жиілікте. Махаббатты қолмен ұстап тұру мүмкін емес. Оны тек жүрегіңізде сезінесіз. Бұл жан, мен өмірдің ерекше күйі. Басқалардағы махаббат көріністерін байқайсыз, бірақ махаббат сезім, оны өміріңізде тек өзіңіз жасай аласыз. Сізде махаббат тарау шексіз. Осылайша сіз толық үйлесімге келіп, әлеммен үндес боласыз. Сондықтан сүйіңіз, сүйетін нәрсеңізді сүйіңіз. Кімді сүйе алсаңыз, оны сүйіңіз. Сүйетін заттарыңыз, адамдарға көңіл бөліңіз. Махаббат пен қуаныш сізге молынан оралады. Тартылыс заңы сіз сүйетін нәрселерді тағы да әкеледі. Сіз махаббатты тартқан сайын, әлем оны сіз үшін жасайды. Барлық тамаша нәрселерді әкеледі. Барлық жақсы адамдарды тартады. Бұл шын мәнінде солай. Құпияны есте сақтаңыз. Егер сіз қажет қарым-қатынасты тартқыңыз келсе, ойларыңыз, сөздеріңіз, әрекеттеріңіз тілегіңізге қайшы келмейтініне көз жеткізіңіз. Сіздің жұмысыңыз бұл сіздің өзіңіз. Алдымен өзіңізді толық толтырыңыз. Тек сол кезде ғана өзгелерге беретін нәрсеңіз болады. Өзіңізге сүйіспеншілікпен, құрметпен қарасаңыз, сізді сүйетін, қадірлейтін адамдарды тарта аласыз. Егер өзіңізге жаман қарасаңыз, махаббатқа жол ашпай, өзіңізге жаман қарауға итермелейтін адамдар мен жағдайларды тартып аласыз. Өзіңізді жақсы көретін қасиеттеріңізге назар аударыңыз. Тартылсаңыз сізге одан да керемет қасиеттер мен мүмкіндіктерді көрсетеді. Қатынасты жақсарту үшін басқа адамдарға кемшіліктерге емес, оның бағалайтын қасиеттеріне шоғырланыңыз. Сіз олардың жақсы жақтарына көңіл бөлген сайын, олардың дәлелі мен көріністері көбейе береді. Осымен жазба аяқталды.
егер жазбаны соңына дейін тыңдаған болсаңыз және сізге ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Махаббатпен, Перизат Султан. Каналға тіркеліп алсаңыз, келесі жалғасы шыққан кезде сізге уведомление келетін болады. Сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліңіз. Және сізден жылы лебізбен комментарий күтетін боламын. Сау болыңыз.